Психикалық травма қалай жазылады? Кейде адамның өмірінің сондай бір сәт болады, өз эмоциясы қатты болады, особенно ол бала кезімізде бізде. Психика оны көтере алмайды. И осы көтере алмаған кезде ол өзін қорғау үшін психика қызық нәрсе жасайды. Ол эмоцияны өшіріп тастайды. И бізден бір бөлек жерге жазырып қояды да. Қызығы сол, яғни сол біз бөлек жерде, бірақ біз қалып қоямыз. Ол 3 жаста ма? Біздің травмамыз болған кез 3 жаста. Сен психиканың какой-то бір часть сол жерде қалып қояды. 5 жаста, 8 жаста, 10 жаста, 16 жаста, 17, 19 жаста да болуы мүмкін ол. И сол қатып қалған бөлік, ол сенен бір бөлініп қалған сияқты болады. Сондықтан бір кейбір өзіңнің өміріңде есіңе түсіргің келмейтін, ол туралы сөйлескің келмейтін, тіпті терапияға апарғың келмейтін, тіпті кейде болады. Осы бір ішімдегі осы шындығымды өзімнің мен бірге бір көрге алып кетемін деген бір ішінде бір шешімдер болады ше. И сондықтан бұл негізі әлсіздік емес, просто сенің психикаң солай защищаться етеді, ол туралы есіңе тіпті алғың келмейді. Бірақ проблема мынада. Сол жабылып қалған өзіңнің тығып тастағың келетін бөлігің жоқ болып кетпейді. Ол бәрібір әсер етеді. Өйткені бізде бірақ психика. Ол сенің қалай сезінетініңе, қандай таңдау жасайтыныңа, адамдармен қалай отношения құратыныңа, ақшаңа да әсер етеді. Тіпті сенің денеңнің көрінуіне де, дене тұрғысында салмақ аз болуы, көп болуына да әсер етеді. Дене арқылы да шығады. Денеңнің көп аурулардың болуынан ше. И сол кезде біздің ішімізде симай қалған эмоция әлі жатыр. Сол күш, сол травма байланып қалған жер, сол ауырлық бәрі сақталады. Енді ол қалай жазылады? Сол жабылып қалған, өзіңнен жасырып тастаған келген бөлікпен қайтадан кездескен кезде. Психотерапияның негізі мәні осында. Өзіңді қайта жинау, өзіңнің бөліктеріңді қайта қосу. Оларды отвергать етпеу, оларды жасырмау, өзіңнен ше. Бірақ ең қиын жерді осы кездесу. Себебі осы жерде именно неприятный нәрсе жатады. Өйткені біз мысалы өзіміз үшін бір шындықты мойындауымыз керек болады. Мысалы, мені шынымен жақсы көрмеген. Мен өзімді использованиеге берген кезімде ғана олар мені одобрять еткен деген сияқты. Или біреу, мен шынымен жалғыз болдым дегенді көру қиын. Біреу үшін мысалы менің отбасым идеальный болмады дегенді қабылдау ауыр да. Әркімнің өзінің ішінде сондай бір шындығы болады. Көп адам бірақ осы жерде тоқтайды, қашқысы келеді, мойындағысы келмейді, бас тартқысы келеді, ұялады ол үшінші. Бірақ дәл осы жерде именно жазылу басталады травманың. Сен өзгеретін трансформация ол сен басқа адам болған кезіңде басталмайды. Сен сол шын ең түбінде қандай екеніңді мойындағанда, көрген кезде қанша қарсы тұрсаң да, мен сондай болдым, сондай деген кезінде нетеді. И сол кезде ғана сценарий проблемалар қайталануын тоқтатады. Сол кезде психика тынышталынады, сол кезде жазылады. Жалпы цикл осы.